Квадраттық теңдеуді шешудің мағынасы. Біз квадраттық теңдеулерді шешеміз, ветпен болсын, дискриминантпен болсын, оның екі түбірін табамыз, бір түбірін табамыз, немесе түбірі жоқ деп айтамыз. Сол шешкен түбір деген не? Алгебралық тұрғыда теңдеуді шешу деген сөз мына x-тердің орнына, әріптердің орнына мына теңдікті дұрыс орындайтын санды табу. Яғни мына сол жағын теңестіру керек оң жағына 0-ге деген сөз. X-ның орнына қандай сандар қойғанда мына өрнек 0-ге тең болады деген сөз. Геометриялық тұрғыда оның бір графигі болады. Сол графикке байланысты қазір біз сөйлейміз. Бірінші мынаны қарайық. Мен 3 түрлі квадрат теңдеу алдым. Олар үшеуі де келтірілген квадрат теңдеу. Естеріңізде болса, келтірілген ол x квадраттың алдында сан 1-ге тең. Егер x квадраттың алдында бірден өзге сан тұрса, онда ол келтірілмеген болады. Мына үшеуі де келтірілген квадраттық форма. Енді біріншісінде дискриминант оң болады. Алдын ала солай алды, құрастырдық. Дискриминантты есептейтін болсақ, b квадрат, мына минус 7-нің квадраты 49 минус 4 көбейтілген a1 көбейтілген c 12. 49 12-ге көбейтсек, 4 12-ге өтсек, кешіріңіз, 48 болады, 49 минус 48 бір шығады. Дискриминант арасында да оң сан, онда x бірінші түбірді былай 7 плюс түбір асты дискриминант, немесе x1 x екінші түбірді 7 плюс минус түбір асты 1, түбір асты 1 1-ге тең. Бөлінген 2 көбейту 1 2, сол кезде 7 қосылған 1 бөлу 2, 7 азайтылған 1 бөлу 2 шығады. Сол кезде 7-ден 1-ді азайтсақ 6 бөлу 2 3 шығады, 7-ге 1-ді қоссақ 8 бөлу 2 4 шығады. Осында x1 x2-дің түбірлері шығады бірінші квадратында. Біз айтамыз, осы сандарды апарып мына жерге қойсақ, біздің мына үш мүшеміз 0-ге тең болып кетеді, тең болады 0 болады. Сенбесеңіз көріңіз, 3-тің квадраты 9, 9-ға мына плюс 12 21 болады, ал 7-ні 3-ке минус 21 21 0 шығады. 4-ті қойсаңыз солай, 4-тің квадраты 16, 12 қоссаңыз 28, 7-ні 4-ке минус 28, 28 минус 28 тоже 0 болады. Енді қараңыздар. Жақсы. Біз білеміз, мынау квадраттық, кез келген квадраттық форманың, квадраттық функцияның графигі парабола. Квадраттық функция ол қалай жазылатын? Y тең болады ax квадрат плюс bx плюс c деп жазылатын. Y тең болады ax квадрат плюс bx плюс c. Мұндағы b мен c кез келген сандар a 0-ден өзгеше. Неге a 0-ден өзгеше? Себебі a-ның орнына 0 қойсақ, мынау x квадрат жауып кетті, ол квадраттық функция болмайды. Бұның графигі бізде қисық болып кетті. Графигі бізде не болатын еді? Парабола болатын еді. Тармақтар жоғары қарайды, егер a-ның таңбасы плюс болса, тармағы төмен қарайды параболының, мынандай бір парабол болады. Егер a-ның таңбасы минус болса, x квадраттың алдында таңбасы минус болса. Және мына жерде x осі, y осі, абсцисса осі немесе ординаты осі. Кез келген, мынау 2-ді деп айттық біз, кез келген координат жазықтағы кез келген нүктенің екі координатысы бар. Бірінші координаты бізде үнемі x пен аталады, екінші координаты үнемі y пен. Олай болса мен x-дің бойынан мынандай сандар таңдасам, 1, 2, 3 десем. Бұлар да нүкте, өздерінше бір нүкте. Егер маған мына нүктенің координатысын айт десе, біз айтамыз, бұл нүктенің x-ін бірінші атаймыз, x-і 6, ал y-і ол y бойынша не көрсетіп тұр? Ол 0 көрсетіп тұр. 6-дан 0. Демек, мынаның координатысы 5-тен 0, мынаның координатысы 4-тен 0, мынаның координатысы 3-тен 0, солай кете береді. Енді, ал y-дің бойында жататын нүктелер, мысалы, мынара қанша болсын, мынара 4 болсын. Олардың бірінші x координатысы бізде 0-да, y координатысы 4. Мына нүктенің x координатысы 0, y-і 5. Мына нүктенің x координатысы 0, y координатысы 6 деген сияқты. Енді қараңыз. Бізде мына үш мүшені, ax квадрат плюс bx плюс c-ның орнына жазайықшы. X квадрат a 1-ге тең, минус 7x, b минус 7-ге тең, плюс c 12. Тең 0, алдына жазайық, сол кезде бізде y неге тең болып тұр? Y 0-ге тең болып тұр. Ал y-дің 0-ге тең болатын нүктелерін қараңызшы, y координатысы 0-ге тең, ол міне? 6-та 0, y координатысы 0, 5-те 0. Яғни y координатысы 0-ге тең болатын нүктелер, олар қандай нүктелер? Олар x осінде немесе абсцисса осінде жататын нүктелер. Осінде жататын нүктелер. Яғни біз 0-ге теңестіреміз, x-тің бойындағы нүктені табу үшін. Енді параболының x-тің бойындағы нүктесін қараңызшы, параболының x-тің бойындағы нүктесі, ол қай нүктелері? Ол мына нүкте және мына нүкте. Параболының x-тің бойында жататын нүктесі осы нүкте. Яғни осылар бізде x1 x2 бар. Яғни біздің тауып жүрген түбірлеріміз x1 x2 деген сөз. Ол параболының x осының қиып өтетін нүктелері. Себебі біз y-дің орнына 0 қойдық, ал y-дің орнына 0 қою ол x осінің бойында жататын нүктелер. Ал ол нүктелер параболда, ол параболының x осын қиып өткен жерлері.
Енді дәл осыны график тұрғыда қарастырайықшы. X квадрат минус 7x плюс 12. X1-іміз 3, X2-іміз 4. Қараңыз. Міне бізде парабола бар, иә? Бізде X1-іміз 3, X2-іміз 4 болып тұр. X1 3, X2 4. Егер біз мына кескініне қарайтын болсақ, міне AX, X минус X1, міне X1-іміз 3, X2-іміз 4 болып тұр. Иә? Егер мен X1, X2-ні өзгертетін болсам, мұнда қараңыз, көрдіңіз ба? Ол бәрібір X-тің бойындағы нүкте болады. Парабола өзгертеді, бірақ мынау қиылыс нүктесі X-тің бойында болады бәрібір. Мысалы, X1 минус 1-ді таңдасаңыз, сіз минус 1-ді таңдасаңыз, бұл жерде онда көрсетіп тұр, бірінші нүкте минус 1, екінші нүкте 4-те қала береді. Парабола осы жерден қиып өтеді деген сияқты, иә? Енді егер біз оларды былай әкеліп қайтып орнына қоятын болсақ, X1-іміз 3, X2-іміз 4, яғни парабола 3 пен 4-те қиып өтеді. Мына X1-дің есекі мына жақшада тұр. Неге былай өрнектеліп тұр? Қазір оны біз сізге көрсек, неге олай өрнектелетін? Қараңыздар. Бізде мына жерде былай. Неге жаңағы екі жақшада тұр? Неге мына функцияны неге біз былай жіктей аламыз? A, X минус X1, X минус X2. Біз былай жіктей аламыз, егер осы екі түбірі болса. Иә? Екі түбірі болса. Бірінші жағдайда біз соны солай жіктей аламыз. Мына X1 мен X2 бізде 3 пен 4 болса, сол кезде біздікі X минус 3, X минус 4 деп жіктеледі. A бізде келтірілген болғандықтан 1-ге тең, сондықтан мына жақшаның алдына 1-ді жазбай көрсетіп болады. Міне X минус 3 көбейтілген X минус 4 тең 0. Біз егер әр жақшаны жеке-жеке 0-ге теңестіретін болсақ, әрине X-тің 3-ке және 4-ке тең екенін көзіміз жетеді. Иә? Ал егер бұл жақшаны алып тексерсек, X-ті X-қа көтсек X квадрат шығады, міне мынау. X-ті минус 4-қа минус 4x, X-ті минус 3-қа минус 3x, минус 3x, минус 4x жинақталып минус 7x береді, мынау шықтады. Және минус 3-ті минус 4-ке көбейтсек плюс 12 болады, мынау шықтады. Расында да осы ашылған түрі мынаның. Яғни біздің жаңағы параболамыз мына жерде AX минус X1 деген орнына 3 қойыңыз, мынарға 4 қойыңыз, сол кезде мына парабола шығады A1-ге тең. Енді мен егер мына X1 мен X2 бірдей болып кетсе, EQ-ді 4 болып кетсе, немесе керісінше EQ-ді 3 болып кетсе, X1-ді X2-ді 3-ке тең болып кетсе, онда не болады? Бұлай болса. EQ 1 нүкте тұрса, EQ-ді 3 болса, бұлай. Онда не істеді? Біздің екі нүктеміз келді да, бір нүктеге жинақтық қалды, сол кезде парабола X өсіне тек қана бір жерде тиіп тұр. Яғни X өсін толығымен қиып тұрған жоқ, екі тармағымен. Бір жерде ғана тиіп тұр. Ол қандай жағдайда болады? Оның мынандай жағдайы бар. Ол дискриминант 0-ге тең болған кезде. Қараңыздар, дискриминант 0-ге тең болса, бізде мына дискриминант есептейік, b квадрат 6 квадраты 36 минус 4 жердегі 36 тең 0. Онда бізде түбір x тең болады минус b плюс минус дискриминант болмайды, дискриминант 0-ге тең бөлу 2a болады. Бізде минус 6 плюс 6 болады, 2-ні 1-ге бөлсек 2 тең болады 3. Яғни біздің мына екі түбіріміз екеуі 3-ке 3 болып кетті деген сөз. Екі түбіріміз екеуі бірдей, 3 ол жұп дәрежелі түбір, ол екі рет қайталанып түбір. Немесе мына екі жақша жіктейтін болсақ, мына 3 мүшені мына жердегі екі жақша жіктейтін болсақ, онда ол x минус 3, x минус 3 деп жіктеледі бәрібір. X минус 3, x минус 3 деп жіктеледі. Сол кезде ол бәрібір x минус 3-тің квадраты болады. Сол кезде біз x тең 3, бір рет мынау да x тең 3, мынау да x тең 3 болғандықтан, оны бір-ақ рет жазамыз, бірақ ол жұп дәрежелі түбір дейміз. Жұп дәрежелі түбір деген сөз екі рет қайталанатын түбір деген сөз, Ал дискриминант 0-ден кіші болса, мүлдем түбір жоқ. Неге мүлдем түбір жоқ? Өйткені біздің параболамыз мына x өсінен жоғары жағында жатады. Яғни мынарда x өсіне еш жерде қимайды деген сөз. Яғни ешқандай сан, мына x орнына қандай сан, минус сан, плюс сан, кез келген бөлшек сан қойсаңыздар да, не істемейді? Мына үш мүше 0-ге тең болмайды ешқашан. Қандай сан қойып тексеріңіз, мына үш мүше 0-ге тең болады. 0-ге тең болмайды деген сөз, біздің параболамыз x өсін қия алмайды еш жерден, ол жоғары жатады, тармағы жоғары қараса. Немесе тармағы төмен қарап тұрса, төмен қарайды, егер x квадраттың алды минус болса. Яғни квадрат теңдеуді шешудің мағынасы геометриялық бірде біз параболаның x өсіне қай жерден қиып өтеді, тиіп өтеді жанап, немесе мүлдем тимейді. Соны табамыз тағы да. Жай ғана мына сандар таппай.